Пойраз Айшагүлдің тұрмысқа шыққанына ашуланып түнделетіп өз қабірін келіп қаза бастайды. Мүнтаз келеді. Пойраз оған Айшагүлдің тұрмысқа шыққанын көргенше өле салуым керек еді деп ашуланып қабіріне жатып алады. Таңертең қабірге Үміран мен Иса гүл әкеледі. Пойраз атып тұрады. Үміран Пойразды көріп талып қалады. Иса да қозғалмай тұрып қалады. Пойраз Исаға «Мына гүл маған шығар, әкел бері» деп алады. Иса «Аға, сіз тірісіз ба?» дейді. Пойраз «Иә» деп құшақтайды. Иса қатты қуанады. Содан Үміранды тұрғызып алады. Ол да қуанып құшақтайды. Пойраз ешкімге айтпаңдар деп тапсырады. Айшагүл ауруханадан шығады. Пойраз екеуі тиіздеседі. Екеуі тағы ұрсысады. Пойраз «Неге тұрмысқа шықтың? Қалай дәтің барды? Мені тез ұмытқаның ба?» дейді. Айшагүл «Өзің осы уақытқа дейін қайда болдың?» деп сұрайды. Пойраз «Мен тозақта болдым» дейді. Айшагүл де «Мен де тозақта болдым» деп әдейі айтады. Пойраз «Тозағың ұзаққа созылмапты, өз жолыңды тауыпсың» деп кетіп қалады. Жолда келе жатқанда Мүнтаз звондайды. Мүнтаз оған Мелтемнің ұсталғанын айтады. Мелтемді сотқа әкетіп бара жатыр. Зұлфығар келіп, «Мелтем саған тыныш жүр деген едім. Енді не болар екен?» деп айтады. Мелтемді көлікке отырғызады. Көліктің ішінен есік ашылып, Пойраз қарайды. Мелтем ағасын көріп қуанып құшақтайды. «Мен сенің өлгеніңе сенген жоқпын. Тірі екеніңе сендін» деп жылайды. Содан Мелтемді сотқа әкеледі. Пойраз «Қорықпа, сені шығарып аламыз» деп жібереді. Мүнтазға «Қалайда Мелтемді шығарып алайық» дейді. Мүнтаз оған «Саған жаңа тапсырма бар. Соны орындасаң, Мелтемде шығады» дейді. Таңертең Синан шетелден келеді. Пойраз күтіп алады. Екеуі Исаның мектебіне келеді. Синан Исамен көріседі. Біраз сөйлесіп, Исамен қоштасып, Иса автобусқа мініп кетеді. Исаның артынан бір еркек мінеді. Қолында жарылғышы бар. Пойразға Еда келіп жаңа тапсырмаға кірісейік деп, екеуі сөзге келіп ұрсып тұрғанда, Иса мінген автобус жарылады. Пойраздар да қарап қалады. Барлық бала сыртта жатыр. Пойраз Исаны іздейді. «Иса» деп айғайлайды. Автобустан Иса әрең шығып құлайды. Пойраз Исаны алып кетеді. Еда болса басқа балаларға көмектесіп сол жерде қалады. Пойраз Үміранға звондап айтады. Барлығы ауруханаға жүгіреді. Исаны ауруханаға әкеледі. Бахри, Үміран барлығы келеді. Пойраз бен Синан оларды көріп тығылып қалады. Үмірандар жылап жүгіріп жүр. Исаға ота жасап жатыр. Кейін Үміран Пойразбен көріседі. Айшагүл мен Шынар да болған жағдайды естіп ауруханаға келеді. Кешке Пойраз бен Синан ауруханаға келеді. Айшагүл Синанмен қауышып, Пойразбен сөйлеседі. Екеуі тағы да ұрсысады. Бахри бір танысының дәмханасына келіп отырғанда, Пойраз келеді. Бахри таң қалады. Содан екеуі де тұрып құшақтасып жылайды. Отырып сөйлесіп, Бахри Пойраздан осы уақытқа дейін қайда болғанын сұрайды. Пойраз бәрін айтып береді. Екеуі отырып біраз сөйлеседі. Пойраз бен Синан ешкім жоқта Исаға кіріп шығады. Иса көзін ашып, жағдайы жақсарады. Айшагүлдер үйінде тамақтанып отырғанда, Еда Пойраз бен Синанды алып келеді. Еда Пойразды «Бұл менің күйеуім Хикмет» деп таныстырады. Айшагүл қарап таң қалады. Невра ханым қуанып басын изейді. Шынар да жақсы қарсы алып амандасып отбасымен таныстырады. Еда «Хикмет енді осы үйді күзетеді» деп айтып сыртқа шыққанда, Айшагүл де шығып «Не болып жатыр? Бұл қандай ойын?» деп сұрайды. Пойраз «Бұл ойын емес. Біз жаңа тапсырма орындап жүрміз» дейді. Сол кезде Еда Айшагүлге «Пойраз емес, енді Хикмет деп айт» дейді.